Сәлеметсіздер ме білімгерлер? Бүгінгі біздің бейне сабағымыздың тақырыбы Архимед күші. Сабақты жүргізетін мен Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің физика пәні оқытушысы Матай Жансая Ерланқызы. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары: есептер шығаруда Архимед заңын қолдану, дененің сұйықта жүзу шарттарын зерттеу, туынды өлшем бірліктер мен негізгі ХБЖ бірліктерін ажырату, әртүрлі денелердің сұйықтағы тығыздығын анықтау әдістерін сипаттау. Сабақтың мақсаттары: барлық оқушылар оқулықта және қосымша таратылған ақпарат бойынша берілген тапсырмаларды орындайды, тақырыпты меңгереді. Оқушылардың басым бөлігі тақырыптың маңызы туралы дәлелдеп айтып бере алады. Кейбір оқушылар білімді топта түсіндіріп, оқулықтан тыс ресурстар қолдана алады. Архимед біздің заманымыздан бұрын 287-212 жылдардың аралығында өмір сүрген ежелгі Грекияның ұлы ғалымы, математика, механигі. Архимед күші тепе-теңдік жағдайдағы сұйыққа тұтастай немесе жартылай батырылған кез келген дененің бетіне төменнен жоғары қарай тік бағытта бағытталған гидростатикалық қысым күші. Архимед күші ауырлық күшіне қарама-қарсы бағытта болады. Архимед күшінің формуласы ро сұйықтың тығыздығы және еркін түсу үдеуі және дененің көлемінің көбейтіндісіне тең. Архимед күшіне байланысты ұшақтар әуеде ұшады, сүңгуір қайықтар суда жүзеді және кемелер судың бетінде қалқиды. Архимед күші жайлы аңыз, бейнеролик. Архимед ең бірінші болып таза алтын құймасы сол көлемдегі судан 19,3 есе ауыр болатынын байқаған. Бұл алтынның тығыздығы судың тығыздығынан 19,3 есе көп екендігін көрсетеді. Бұл тәж жасалынған материалдың тығыздығы алтынның тығыздығына сәйкес келе ме, жоқ па деген сауалды анықтау үшін жеткілікті болды. Тәждің массасын табу оңай болғанымен, оның көлемін анықтау әлдеқайда қиынға соқты. Оның шешуін Архимед ваннада шомылып жатқан кезде тапты. Және оның қатты толғаныста болғандығы соншама, ваннадан секіріп, «Эврика, мен оны таптым» деп айғайлап жүгірген. Бұл тұжырым тәждің ауадағы және судағы салмақтармен байланысты болды. Осы екі салмақтың айырмашылығы тәж ығыстырған судың салмағына тең. Егер ол судың салмағы мен тығыздығын білсе, ығыстырылған судың көлемін, яғни оған тең тәждің көлемін табар еді. Осының бәрін білсе, оған тәжді жасауға арналған материалдың тығыздығын табуда оңай болатын. Денелердің жүзу шарттары. Денелердің жүзу шарттары үш түрге бөлінеді. Дене сұйық бетінде жүзеді, дене сұйық ішінде жүзеді және дене сұйық түбіне батады. Ауырлық күші Архимед күшінен аз болған жағдайда дене сұйық бетінде жүзеді. Ауырлық күші Архимед күшіне тең болған жағдайда дене сұйық ішінде жүзеді және ауырлық күші Архимед күшінен артық болған жағдайда дене сұйықтың түбіне батады. Архимед күшіне байланысты мысал есеп қарастырайық. Есептің берілгені: мысты керосин сұйықтығына батырғанда 160 ньютон кері итеруші күш әсер етеді. Мыстың көлемі қандай? Яғни бізге тұрақты шама ро берілген, 800 кг метр куб және еркін түсу үдеуі берілген. Есептің бірінші берілген жазамыз, яғни кері итеруші күш Архимед күші ол F 160 ньютонға тең екен және тығыздық 800 кг бөлінген метр куб және еркін түсу үдеуі тұрақты шама 10 ньютон бөлінген килограмм. Бізге табу керек мыстың көлемін. Бұл есепті шығаруда біз Архимед заңының формуласын қолданамыз, яғни ро көбейтілген G көбейтілген V. Бұл Архимед заңының формуласы. Біз осы формуладан дененің көлемін табамыз. Яғни V тең Архимед күшін дененің тығыздығымен және оның еркін түсу үдеуінің көбейтіндісіне бөлу. Сонда біздің мысымыздың көлемі 0,102 метр куб. Үйге тапсырма. Физика 1 бөлім, Алматы мектеп баспасы 2019, 11 параграф Архимед күшін оқу және 70 беттегі бақылаңдар, шығарыңдар тапсырмаларын орындау.